елеуіштен өткен ұнның үстіне қопсытқышты қантты салып жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды салып крошка жасап аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Салмасын дайындаймыз. Қаймаққа жұмыртқа, қант салып жақсылап араластырып аламыз. Көп араластырмаймыз, жай ғана бір-біріне біріксе жеткілікті. Қамырымызды бортиктарын шығарып формаға жазып аламыз. Содан соң салмасын құйып, алдын ала қызып тұрған 170-180 градус пеште 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирог піскеннен соң міндетті түрде толықтай бөлме температурасында суытамыз. Толықтай суығаннан соң барып кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл Мұхтарқызы.